Қайырлы күн достар, сіздермен Әсем. Бүгін алма қосылған ерекше дәмді десерт дайындаймыз. Десертімізға керекті заттар: сары май, ұн, қант және қамыр қопсытқыш, ірімшік, корица, алма қажет. Ыдысымызға сүзбеміз саламыз, яғни творогымыздың майлығы 5% болу керек. Оған бөлме температурасындағы сары майымызды және қантымыз салып, барлығын жақсылап блендермен езіп аламыз. Барлығын езіп алғаннан кейін, онымен қамыр қопсытқышымызды салып, күрекшенің көмегімен жақсылап араластырамыз. Қамырымыз біркелкі жұмсақ болу қажет. Қамырымызды араластырып болғаннан кейін, алмамыздың ортасынан кесіп, ортасын тазалап, кішкентай ұсақтап бөліктерге бөліп турап аламыз. Бұл десерт өте дәмді, әрі оңай, тез жасалады және корица мен алма қосылған да ерекше әдемі дәм береді және пісірген кезде үйдің іші өте хош иіске айналады. Осы туралған алмамызды қамырымыздың үстіне салып, қолымызбен әбден мыжып аламыз. Әбден мыжып араластырып алғаннан кейін, кішкентай шарларды жасап, корицаға аунатып аламыз және пергамент қағаз төселген ыдысымызға саламыз. Осылай жасап алдық, корицаға аунаттық. Енді 170 градус пеште 40 минут пісіреміз. Өте дәмді әрі жеңіл рецепттің бірі. Сіздер де отбасыларыңызға жасаңыздар, әсіресе балаларға өте ұнайды. Менің каналыма жазылып, лайк басып кетіңіз. Өте қуанышты боламын.